Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Тұрысбекова Жанар Кажымовна. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні оқытушысымын. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Шерхан Мұртазаның Бесеудің хаты тарихи драмасы. Бүгінгі сабақта сіздердің білетіндеріңіз Бесеудің хаты драмасының жазылу тарихы, шығарманың қазақ тарихындағы орны. Сіздердің меңгеретіндеріңіз Бесеудің хаты тарихи драмасының қысқаша мазмұны мен басты кейіпкерлері туралы мәлімет, шығарманың жанрлық ерекшелігі. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев, егер ашаршылық болмағанда, біз қазір 45-50 миллион халық болып отырар едік деген тұжырымында шындық бар. Өйткені қазақ халқы 20 ғасырдың басында талай қилы кезеңді басынан өткерген еді. Соның ішіндегі ең бір қасіретті кезең бұл 1919-1922 жылдардағы 1,5 миллион адамды жалмаған ашаршылық, 1931-1933 жылдардағы 2,5 миллион қазақ қырылған, ұлы жұт деген атпен тарихта қалған алапат ашаршылық. Сондықтан да осы қасіретті әрбір қазақ білуге міндетті және есте сақтап ұмытпауы тиіс. Осы екі ашаршылық қазақ халқының дамуын 110 жылға тежеген екен. Енді видеоға назар аударайық. Ашаршылық қазақтың басына 10 жылдың ішінде 2 рет түскен. Ең бірінші ашаршылық 1921-22 жылы болған. Ол Мұхтар Әуезовтің Қазақ Республикасы қазақсыз қалады деген мақаласында көрсетілген. Осы мәтінде өлкелік партия комитетінің КПСС орталық комитетіне жіберген 145 беттік есебі бар. Сондағы протоколдан алынып отыр. Сол протоколдағы есеп бойынша 1921-22 жылдарда 1,200,000 адам қырылған. Ал Әлихан Бөкейхан орта есеппен шығара отырып оны 932,000 деп көрсетеді. Осыдан 94 жыл бұрын, 1925 жылы 10 қыркүйекте Қазақстан өлкелік партия комитетінің хатшылығына Мәскеудегі орталық билік Филипп Голощекинді жіберді. 1933 жылдың 21 қаңтарына дейін осы қызметте отырған Голощекин тұсында қазақ халқы өз тарихындағы ең ауыр кезеңді бастан өткізді. Бай кулактарды кәмпескелеу туралы 1928 жылы 28 тамыздағы қаулы күштеп тәлкілеуге ұласып, Совет үкіметі ірі байлармен қатар орта шаруалардың малында зорлықпен тартып алды. Бұл советтік саяси науқан асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын дейтін ұранмен жүзеге асты. 1929 жылы Қазақстандағы мал басы 40 миллион болса, 1933 жылы 4 миллионға зорға жетті. Оның өзі де ашаршылық жайлаған республикаға 1930 жылдары аштықтан босып бара жатқан қазақтар 1933 жылдары сырттан жәрдемге әкелінген мал есебінен құралды деген пікірлер бар. Соның кесірінен онсыз да 1921-1922 жылдардағы ашаршылықта 30%-нан айырылған қазақ халқы 1931-32 жылдары тағы да жаппай аштыққа ұрынып, тең жарымы, яғни 2,500,000-ға жуық адам қолдан қырылды. Кейбір зерттеушілер аштан қырылғандар саны 3 миллионнан да асып түседі деп болжам айтады. Қазақ ұлты 1723 жылдары жоңғар шапқыншылығы кезіндегі Ақтабан шұбырынды мен екінші дүниежүзілік соғыс кезінде дәл мұндай қырғынға ұшыраған жоқ. Қазақ зиялылары 1932 жылы 4 шілдеде Сталинге Голощекинге қазақ халқының басынан кешіп отырған трагедиясы туралы, ашаршылық туралы хат жолдайды. Бесеудің хаты деген атпен тарихта қалған бұл хат республикадағы мал шаруашылығының күйрегендігі салдарынан елді алапат ашаршылық жайлағандығын айтып сақтандырған ең алғашқы дабылдардың бірі болып еді. Енді осы хатты жазғандар кім дейтін болсақ,
Олар жазушы Ғабит Мүсірепов, Қазақ мемлекеттік баспасының меңгерушісі Мансұр Гатауллин, Алматы комвузының басшы қызметкерлері Емберген Алтынбеков пен Мұташ Дәулетқалиев, Қазақ АКСР мемлекеттік жоспарлау комиссиясының сектор бастығы Қадыр Қуанышевтар болды. Осы хаттың негізінде белгілі жазушы қаламгер Шерхан Мұртаза «Бесеудің хаты» атты тарихи драмасын жазды. Драмаға арқау болған ел басына түскен азапты күндер, қолдан жасалған аштықтардан қырылған 2,5 миллион адамның тағдыры, қасіретті қолдан жасап отырған Сталиннің солақай саясаты, шаш ал десе бас алатын Голощекиннің көрсоқырлығы. Жазушы туынды туралы пьеса хат ізімен жазылды, бірақ та көшірме емес, тарихи шындықтың көркемдік шындыққа ұласуы дер едім деген екен. Пьесада хат Голощекиннің қолына түскеннен кейінгі бюро жиналысы бейнеленеді. Шығарма Ғабиттің ұлттың мүддесін қорғап, шындық үшін басын өлімге тіккен ерлігін көрсетеді. Ел ішінде болып жатқан сұмдық оқиға Ғабиттің әңгімесімен беріліп, оқырманның жүрегін шымырлатады. «Бесеудің хаты» драмасының жанрлық табиғатына келетін болсақ, драманың ішінде трагедияға жатады, трагедияның ішінде тарихи трагедия болып табылады. Прологты, эпилогты екі бөлімді тарихи драма. Пролог кіріспе. Мақсаты көрермендерге сюжет және пьесаның басты кейіпкерлері туралы білуге мүмкіндік беру. Эпилог аяқталу. Эпилог көркем шығарманы қорытындылайтын компонент. Шығарманың негізгі бөлімі 2 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім 5 суреттен тұрады. Бұнда Голощекин кабинетіндегі бесеудің хаты негізінде бюро отырысы бейнеленеді. Екінші бөлім 13 суреттен құралған. Бұнда қақтығыстардың дамуы және бесеудің өр рухы бейнеленген. Прологта Сталин мен Рысқұловтың диалогы беріледі. Сталин Рысқұловтан: «Қазақстандағы жағдайды мен неге Голощекиннан емес Рысқұловтан білуім керек?» деген кезде Рысқұлов елдегі жағдайды баяндаған 5 адамның хаты жіберілгенін, бірақ оның Сталинге жетпей жол жөнекей ұсталып қолды болғанын хабарлайды. Пьесаның бірінші бөлімінде ұсталған хат негізінде шақырылған бюро отырысы суреттеледі. Екінші бөлімде қақтығыстардың дамуы мен 5 азаматтың өр рухы бейнеленген. Жазушы Мүсірепов бюро отырысы кезінде Голощекиннің көзіне тура қарап: «Сендер қисапсыз қылмыстарыңнан мәңгі бақи құтыла алмайсыңдар, ал атыңдар» деп қасқаяды. Пьеса эпилогы Тұрар Рысқұлов пен Ғабит Мүсіреповтің ана дүниедегі пайымдарымен аяқталады. Екі тұлғаның елесі тамұқты кезіп жүріп, халықты азаптаған залымдардың өздерінің азапқа түсіп жатқанын көрсетеді. Енді бүгінгі сабақты бекітуге арналған сәйкестендіру сызбасына назар аударыңыздар. Сіздерге 5 сұрақ берілген. Осы 5 сұрақтың дұрыс жауабын табу керек. Бірінші сұрақ: Шерхан Мұртазаның «Бесеудің хаты» драмасы. Дұрыс жауабы жауабы тарихта болған оқиғаға негізделіп жазылған шығарма. Екінші: 1933 жылдардағы аштық салдарынан. Дұрыс жауабы В нұсқасы. 2,5 миллиондай адам қырылды. Үшінші сұрақ: «Бесеудің хаты» драмасы. Дұрыс жауабы Г нұсқасы. Прологты, эпилогты 2 бөлімді шығарма. Төртінші: ашаршылық себебі. А нұсқасы. Ұжымдастыру, Голощекиннің кіші октябрь саясаты, дәстүрлі мал шаруашылығының күйзеліске ұшырауы. Бесінші тапсырма: «Бесеудің хаты» драмасының оқиғасы. Б нұсқасы. Хаттың жол жөнекей ұсталып, Голощекиннің бюро отырысын шақыруынан басталады. Үйге тапсырма: Шерхан Мұртазаның «Бесеудің хаты» драмасын оқу.
Бесеудің хаты драмасында Мүсірепов: біз халық қырылып жатқандықтан атыламыз, ал сендер халық қайта тірілгендіктен атыласыңдар. Халық қайта тірілгенде сендер екі дүниеде де орын таппай қаласыңдар деп айтқандай, қазақ халқы қайта тірілді, қайта түледі. Егемен ел болып, биыл тәуелсіздігіміздің 30 жылдығын тойламақпыз. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев: қазақтар талай рет тұтасымен қырылып кетуге шақ қалды. Бірақ өмірге деген құштарлық, азаттық аңсары еңсесі түскен елді қайрат түлетіп, қайтадан тәуекел тұғырына қондырып отырды дейді. Олай болса, Бесеудің хаты драмасы жас ұрпаққа тәуелсіздіктің қандай қасіретпен келгенін ұғындырар көркем туынды. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.